Мағауинше айтқанда діні бөлек қалмақтың қанша қызы Ғазиз анамыз. Тәуке ханның Қабанбай батырдың анасы қалмақ қыздары. Шығай ханның анасы Абай хан бегім де әсілінде қалмақ аруы болатын. Абылайдың атақты батырларының бірі Малайсарының да шешесі қалмақ. Қазаққа Кенесарыдай батырды сыйлаған Қасым Сұлтан қалмақ қызы Топыш ханымнан туды. Қазтуған жыраудың шешесі Бозтуған қалмақ тайшысының қызы. Осылардың әрқайсысына жеке тоқталсақ. Қалмақ қыздарының бірі Абай хан бегім. Жәнібек ханның ұлы Жәдік сұлтанның сүйікті жары. Екеуінен Шығай хан мен Мәлік сұлтан дүниеге келді. Жәдік ханның әйелдері мен ұлдары көп болды. Ұлдарының ішіндегі ең белгілілері Тоғым хан, Бөкей сұлтан, Шығай хан, Мәлік сұлтан. Соңғыларының анасы Абай хан бегім болды. Мұхтар Мағауин Шығай хан әз Жәнібек ханның 9-шы ұлы Жәдік сұлтанның перзенті. Анасының есімі Абай хан бегім, қалмақ деп растайды. Ескі жол қалдырған Есім ханның Қасым деген ұлы болды. Қасым Есімнің Ділшах деген қалмақ әйелінен туды. Ділшах қалмақтың бірінші тайшысы Хо Үрліктің қызы. Хо Үрлік 1628-1632 жылдары бірнеше қалмақ тайпасын бастап келіп, Ноғай ордасын жермен жексен қылды. Сөйтіп, Еділдің төменгі жағынан қалмақ хандығын құрды. Хо Үрліктің қызы Ділшах ханымды қазақ ханына ұзатуы сол кездегі қазақ қалмақ арасында одақтас андалық байланыс орнағанын байқатса керек. Хо Үрлікті айтқанда Қазтуғанды айтпасқа тағы болмайды, себебі Қазтуған жырау осы Хо Үрлік әулетінің жиені. Қазтуғанның замандасы Жеті жарғының авторы Тәуке хан да қалмақ қызынан туған. Шәкәрім Құдайбердіұлы бұл жайлы әз Тәуке Салқам Жәңгірдің қалмақ әйелінен туған баласет деп жазды. Нақтырақ айтқанда, Тәуке хан қазақтың Салқам Жәңгір ханы мен қалмақтың Хошуы тұруының билеушісі Күнделен тайшының қызынан туған. Тарих ғылымдарының докторы профессор Ахмет Тоқтабай Батыр Қоңтажы Күнделен тайшыға келіп, одақтасайық дегенде, ол өзінің Жәңгір сұлтанмен достықта екенін және Жәңгірді өзінің ұлы деп есептейтінін айтады деп жазады. Салқам Жәңгірдің 5-ші ұрпағы Абылай ханның 12 әйелі болғаны тарихтан белгілі. Соның 7-еуі қалмақ қыздары. Бұқар жырау Абылайға арнаған толғауында бұл жайлы: қалмақтан алдың бір зайып, сүйегіңді жоғалтпас. Абылаймысың алқатқан, отының болсын жантақтан, қатының болсын қалмақтан, қосының болсын қазақтан деп жырлайды. Ханның қалмақ әйелдерінің ішіндегі белгілісі Топыш ханым. Жоңғар қонтайшысы Қалдан Сереннің қарындасы Хошу Мергеннің қызы. 1741 жылы жоңғарлар Абылайды тұтқынға алып, 2 жылдай өздерінде ұстады. Соңыра Қалдан Серен Абылайды тұтқыннан босатып, оған Топышты қосты. Осылайша Топыш Абылайдың 5-ші әйелі болды. Топыштан Қасым мен Қамбар сұлтан туды. Қасымнан атақты Саржан, Кенесары сұлтан тарады. Абылай бақилық болған кезде тақ мұрагері ретінде Уәли мен Қасым қатар таңдалды. Нәтижесінде Уәли сұлтан әкесінің тағын иемденді. Кім білет, Қасымның хан бола алмауына қалмақ қызынан туғаны себеп болды ма екен? Алайда Қасым сұлтан қазақтың азаттығы үшін азап шекті. Топыш ханымның немерелері де қазақтың азаттығы үшін жан берді. Абылайдың сенімді серіктерінің бірі атақты Малайсары батырдың да шешесі қалмақ. Малайсарының әкесі Тоқтауыл түйені көтерген балуан һәм жолбарысты жалаң қолмен жарып өлтіретін батыр болған. Қалмақтың Молдыр деген қызын алған. Бұл жайлы өлкетанушы Жеңіс Марданов Тоқтауыл батырдың Молдыр деген қалмақ әйелінен Малайсары Қайдауыл Бағыс туады, ал Алматты қазақ әйелінен Қарнақ пен Көбес туады деп жазады. Малайсар мен Гаухар осы Молдырдан туды. Қабанбайдың енесі ғана емес, Қабанбай батырдың анасы да қалмақ қыз еді.
Қалмақта қазақтың талай ерін қан қақсатқан Босмойын деген батыр өтті. Босмойынды бір жекпе-жекте қазақтың Анар деген батыр өлтірді. Сол Босмойынның ортаншы қызы Күнбикені Қожағұл батыр алған. Қожағұл мен Күнбикеден атақты Қабанбай батыр дүниеге келді. Кіші жүздің ханы болған Әбілқайыр ханның немересі Қаратай сұлтанның да анасы Қалмақ. Қаратай Нұралы сұлтанның Рыс атты Қалмақ әйелінен туды. Айтпақшы осы Әбілқайыр ханның да Баян деген Қалмақ әйелі болды. Одан ұлы Шыңғыс сұлтан дүниеге келді. Рас, қазақ тарихында Қалмақ қызы көбіне елге іріткі салушы түрінде бейнеленеді. Баян батырдың Қалмақ қызының кесірінен бауыры Ноянды өлтіруі, Жолымбет батырдың Қалмақ қызын алып қашып, Есім хан мен Жембет жырауды ерегістіруі бәрі Қалмақ қызының қазақтың құтын қашырғанын дәлелдей түседі. Алайда Қалмақтың талай қызы қазақтың тау тұлғаларын әлпештеп өсіріп аламанға қосқанында қалай ұмытуға болады? Жоғардағы Бұқар жыраудың қатының болсын Қалмақтан, қосының болсын қазақтан деп мадақтауы бекер емес болғаны ғой.